Қандастар келген кезде ол өзінің бір құр денесін арқалап, немесе көшін түгендеп келген жоқ қой. Өзімен бірге қаншама ол жердегі шежірені алып келді, ол жердегі дәстүрді алып келді, ол жердегі қасиеттерді алып келді. Енді өзіңіз ақын ретінде жаңа айтып отырсыз, мен осы жаққа рухани байланыс орнатайын деп кириллицаны 86 жыл үйреніп алып отырсыз. Тұманбай секілді ақын ағамыздың қасында шапанын кигізіп, шалғайын желпіп, қаншама уақыт қызметте болдыңыз. Батасын алдыңыз, ұлт қайраткерлерінің. Сонау қандас боп, қайтадан тарихи отанына оралған адамдардың өзіне үңіліп қарасаң, Қалиф Алтай атамыздың өзі. Мен атамыздың қасында 2,5 жыл жәрдемшісі болып жұмыс жасадым. Сіз Тұманбай ағамызға жәрдемші жасағандай. Құран келді, тазалық келді, дәрет келді, сол кісілермен бірге дәстүр келді. Бұлай қарасаң, Қабдеш Жұмаділов ағамыз, Жыршы Наурызбай, мына Дәулеткерейлер секілді ақындар, Мұстафа Өзтүрік, Қанат Ислам, Шұғыла, әнші Майра Мұхаммедқызы әпкеміз, мына алдымызда кішкентай ғана Самғау бауырымызға дейін қаншама өндіріспен бірге, қаншама өнердің қазынасымен бірге келіп байытылды. Яғни, бұл да былай қарасаң сырттан ел қызғанышпен қарайтын дүние ғой аға. Өйткені елге ел қосылса егіз болады, өзенге өзен қосылса теңіз болады дейді. Біз бір қарағанда бүйтіп ойлауымыз мүмкін. Өзі қиналып жатқан жұртқа бір ауыртпашылық болды мына қандастардың келгені деп, көкірегі таяз, жан дүниесі нұрсыз адам сөйтіп ойлауы мүмкін. Ал бүгінгі күннің бедерінен қарасаң, 30 жылдық тарихтың тұғырынан қарасаң, керісінше ұтқанымыз ұшан теңіз. Пайда шаш етектен екеніне көзіміз жетіп отыр аға. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.